Сәлеметсіз ме, құрметті әріптестер. Менің аты-жөнім Нүсіпова Айжан Боранбекқызы. Шарал қазақ гимназиясының қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Елімізде болып жатқан эпидемиялық жағдайға байланысты 4-ші тоқсаннан бастап қашықтан оқудамыз. Осыған орай, қашықтан оқу кезінде білім сапасын арттырудың тиімді жолдары тақырыбында сөз қозғамақпын. Өзімнің іс тәжірибемнен көрсете кетсем, мысалы, Zoom платформасын қолдану. Бұл әдістің тиімділігі оқушыларды көзбен көру арқылы тапсырмаларды орындатамыз. Мысалы, берілген оқу тапсырмасын белгілі бір уақыт ішінде жүйелі орындайды. Сабақтың нәтижесі де сабақ үстінде қорытындыланады. Онлайн мектеп. Бұл әдістің тиімділігі оқушылар тақырыпқа байланысты қосымша мағлұмат алып, қызықты, күрделі, оңай тапсырмалар орындайды. Нәтижесі бал арқылы көрсетіледі. WhatsApp желісі арқылы да білім сапасын арттыруға болады. Бұл жерде оқушылардың жазған оқу тапсырмаларын, кері байланыстарын, мұғалім берген тапсырмаларды, бағалаулар тез арада уақытты үнемдей отырып жібере аламыз. Бұл да өте тиімді. Күнделік кезет. Берілетін оқу тапсырмасы осы әдіс бойынша да жүзеге асыруға болады. Оқушылар кез келген уақытта өзіне жүктеп, кері байланысты да тез арада бере алады. Білім сапасын арттырудың тағы бір жолы ол сабақта қолданылатын әдіс-тәсіл. Мысалы, 5-ші сыныптың қазақ тілі пәнінен қиял әлемі тақырыбы болатын болса, осы тақырыпқа байланысты мағлұматты қосымша дерек көзін пайдалану арқылы орында десек, олар кез келген ақпарат көзіме, әлде көркем әдебиеттерден қарайма, берілген тапсырманы белсенділікпен орындайды. Көрсетілген әдістер білім сапасын арттыруға көмектеседі деген ойдамын. Назар қойып тыңдағандарыңызға